Сол күннен бастап ана ғалым айтады, өзіме серт бердім дейді. Артық сөз айтсам, ораза ұстаймын деп. Сөйтіп, бір жайлы, бір жаман бір сөз айтсам, ораза ұстайтын болдым дейді. Сөйтіп жүріп, етім оразаға үйреніп кетті дейді. Ораза ұстауға неме үйреніп кетті? Етім үйреніп кетті дейді. Содан кейін ойладым дейді, жоқ, бұл болмайды, садақа берейін деп ойладым. Жаман сөз айтсам не істеймін? Садақа беремін. Сөйтіп, бір-екі рет бергеннен кейін сөйлемейтін болдым дейді. Мен сіздерге ақыры емінді айтып кетейін, бұны қалай болатындығын. Түсіндіңіз ба? Себебі қалтаға түскен кезде адам шырылдайды. Ол тәжірибеден өткен нәрсе. Өмірде солай нәрсе. Қалтаңнан шықса, жаның шығып кете жаздайды. Қалтаңнан шықпаса, жүре бересің. Өкіметтің берген бензинмен жүре бересің машинаға. Тоқтамай жүре бересің. Өзің құйып көрші 2-3 рет. Соны ерсіл-қарсыл жүреді ме екенсің? Жүрмейсің. Сондықтан ауызға ие болмай, байқамай бір сөз айтсаңыз, садақа берем деп өзіңізге не қылыңыз? Уәде беріңіз. Себебі ол ақшаны табу керек біріншіден. Одан кейін оны біреуге әшейін бере салу керек. Нәпсіге не тиеді? Өте қатты тиеді, ауыр тиеді. Садақа берсеңіз, сөйлеген сөзіңіз де азаяды. Ғайбат айтуыңыз, өсек айтуыңыз тағы басқалар. Себебі нені ойлайсыз? Қалтаны ойлайсыз. Қалтаға түссе барлық іс не істейді? Барлық істер өзгереді екен.